Республикалық акцияға қатысушылар латынша диктант жазулары тиіс. Мазмұны жылдар мен ойлар кітабынан алынады. Ал оны белгілі қоғам қайраткерлер мен әдебиетшілер оқитын болады. Ұзақтығы 45 минуттан 1 сағатқа дейін созылатын шараға кез келген ерікті азамат қатыса алады. Басты талап латын қарпінде қате жібермеулері керек. Ұйымдастырушылар бұл жастардың сауаттылығын арттыратынын айтады. Елбасымыз әсіресе осы қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуіне зор еңбек етіп жатыр. Осыған байланысты жаңағы біздің дін істер министрлігі жаңағы жалпы республикалық осы диктант жазу бойынша үлкен бір акция басталады бүгін. Бұның негізгі мақсаты осы латын әліпбиінде өтеді. Және де осы латын әліпбиін жастар арасында кең қолдау табу үшін осында игі шара өткізіп жатырмыз. Жастардың өзін-өзі басқару көшбасшыларының аймақтық слеті, пленарлық дискуссия және дебат түрінде өтті. Аймақтардан келген ұйым басшылары мен жас буын өкілдері пікірлерімен бөлісті. Қарағанды облысында 9 жоғары оқу орнында, 78 колледжде және 6 кәсіпорында жастар ұйымдары жұмыс жасайды. Мұндай шаралар шығармашылық қабілеттерін арттырып, өзін-өзі басқару қызметі бойынша тәжірибе жинақтап, әртүрлі мәселелерді шеше білуге мүмкіндік береді, дейді қатысушылар. Осы жастар мәселесін жұмыс істеп жатқан өзін-өзі органдар, өзін-өзі басқару органдарының басшылары келіп, бір-бірінен тағы да қарым-қатынас орнатып, тағы да бетпе-бет көрісіп, өзінің жалпы бірге жұмыс істейтін жобалар талқылауға түсіп, яғни қызметті одан әрі жалғастырады. Слет барысында Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері басқармасы мен Нұр Отан партиясының Қарағанды облыстық филиалы арасында өзара ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойылды. Екі тарап алдағы уақытта бірлесіп бірнеше іс-шараларды ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Тәуелсіз Қазақстан мемлекеттік жастар саясаты және күрделі өзгерістер мен жаңашылдық күтіп тұр. Оған сіздердің жас белсенді қарағандылықтар қосатын үлестеріңіз зор екендігін кәміл сенемін. Ал латын қарпінде сауатты жазу республикалық акциясының нәтижесі 15 желтоқсан Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күніне орай анықталатын болады. Айдана Дастан, Ерке Олантой, Болдин Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.